Жамбыл, Түркістан, Маңғыстау депутат Нұртөре Жүсіп оқушы қыздары ең көп босанатын аймақтарды атады. Үкімет басшысына сауал жолдаған сенатор мектеп жасындағы қара көздеріміздің тағдырына алаңдатты. Айтуынша, елімізде кәмелет жасына толмай балалы болатын жасөспірімдердің қатары артып келеді. Яғни соңғы 5 жылда 15-18 жастағылардың туу көрсеткіші шамамен 1,5 есе өскен. Ал 2023 жылы қаршадай қыздар арасында 5094 босану фактісі тіркеліпті. Ең сорақысы, қаладан қарағанда ауылда тұратын қыздар арасындағы ерте жүктілік 2 есеге көбейген деп қынжылды депутат. Біз осы қайда бара жатырмыз? Ұят деген ұғымның өлгені ме? Адамдықты, надандықтың жеңгені ме? Бірдекілі бір жағдай болса мақұл. 7 бірдей өңірде, әсіресе оңтүстік, батыс аймақтарда жасөспірімдер арасында туу көрсеткіші өте жоғары. Оның ішінде Жамбыл, Түркістан, Маңғыстау облыстарында деректер жағаны ұстатады, ерекше алаңдатады. Осы мәселелерді ескерген депутат жауапты министрліктерге тез арада ерте жүкті болатын қыздардың жағдайына ведомствоаралық талдау жүргізуді сұрады.